қосымша арқылы көлік алдық арендаға. Барлығы оңай, келді, тапсырып көрсетіп кетті. Сапарға шықтық. In 400 meters, turn left onto Dundas Street West. Біз келген уақыт осы 3 күн демалыс болғандықтан осы қалашықта Фолксвилл қаласында адам толып тұр. Біздің жаздағы Бурабайдағыдай адам толып тұр. Қонақ үйлерде орын жоқ. Осындай ең арзан вариант таптық. Мотельде $100 ар жақ бер жағы шамамен $100 жетер-жетпестей. Осындай кішігірім мотель. Осының өзінде соңғы орындардың бірін алдық. Іші кәдімгі кино сериалдардағыдай көретін мотельдердің ішінен аумай. Мыңдаған мотельдерге ұқсас, тура сондай төсектері. Жерде жуына жері бөлек. Ең арзан, жалпы Солтүстік Америкада ең арзан қонақ үйлер, осылар мотельдер саналады. Бірақ бір жері кемшілігі осындай қалаларда, осындай жалпы Солтүстік Америкада паркинг мәселесі өте өзекті. Осы қалада кем дегенде шамамен all-day паркинг дейді, күні бойы тұрғанға бір машинеге $20. Әсіресе туристерге. Мына ең арзан паркингтерінің бірі осы жердегі $15 күніне. Сағат бойынша бар ма екен тұра алмадым, бірақ бұлда да машина толып тұр. Бір жағынан ол да жақсы, паркинг ақылы болғаны жақсы, өйткені енді адамдардың тәртіп сақтауына үлес қосады, дұрыс жол ережелерін дұрыс сақтауға, жалпы тәртіпке үлесін қосады да. Адам көбі соншалық полиция офицерін қойып қойған арнайы бөлек осы тәртіп екі жақтағы адамдарды ұстап тұратын, және мына жерде үлкен кептеліс болып кетпеу үшін бақылап тұратын. Қазір бізде көліктерді тоқтатып бізге жол береді. Қабыл алыңыздар, әлемдегі ең үлкен сарқырама. Гуілін естіп тұрған шығарсыздар. Мына жерден менің телефонымның камерасы ала алмайтын шығар, бірақ тұман екені байқалып тұр. Тұман болғанда судың майда, біз үйреніп қалған тұман емес, судың майда бөлшектері ауада жүр. Бұл хорсшу деген бөлігі, таға, аттың тағасы тәріздес. Ал мынау Bridal дейді. Bridal Fate ба бір нәрсе. Кішірегі.
бір қызығы ақш жақтан бұлар қатты көрінбейді. Көрінісі мына жаққа қарағанда кішкене кішірек. Ал Канада жағынан керемет көрініс ашылады. Бұйырса мүмкін ақш жағынан да барып көрсетерміз келесі жолы. Мына біздің демалыс күндері Астанадағы жағалаудың бойындағы, өзеннің жағалауындағы адамдар сияқты толып тұр. Одан да көп шығар дейді. Табиғаттың неткен дүлей күш екенін осындай жерде түсінетін шығарсың. Камера арқылы, микрофон арқылы бұның қандай алпауыт күш екенін жеткізу мүмкін емес. Бірақ мүмкіндігінше көрсеттім. Мынау су жаңбырдың суы емес. Әлгі сарқыраманың бағанағы айтқан кішкентай судың бөлшектері, ауадағы судың бөлшектері түсіп, осындай шалшық қылады. Жаңбыр сияқты, үнемі жаңбыр жауып тұрған сияқты. Кішірек сарқырама дегеннің өзі мынандай. Көлі бер жаққа дейін естіледі. Ар жақ, өзеннің ар жағы ақштың территориясы. Мына көпір арқылы ақш жаққа өтуге болады. Бірақ менің визамның срогы өтіп кетіп, жақында ғана өтіп, соған өкінішке орай үлгермедік баруға. Енді тек келесі жолы ғана жасай аламыз. Ар жақтағы көріністі. Мына жерде кішкентай қайықтар бар. Кішкентай болғанда бізге қазір кішкентай болып көрініп тұр. Кәдімгі паромдар ғой, жақындап барады. Жер жағындағысы мынау әлі де дәу болып көрініп тұр. 10 минут болды бері қарай келе жатқанымыз. Қазір күн батқаннан кейін астынан шам қосып, түрлі түсті шамдармен шамдар қосып қояды. Күн батқаннан кейін кеп тағы бір түсіреміз. Әлемдегі ең адам саны көп халық Қытай емес, үндістер ау. Осы жерді көргеннен кейін солай деп ойладым. Бұл енді осында сарқыраманы көруге келген адамдардың ойын сауыққа келетін көшесі Клифтон Хилл. Адам санына қарасаң біздің қайнап тұрған, барахолканың қайнап тұрған күндеріндегі адам санынан аз емес ау, көп болмаса аз емес. Не деген қырғын ақша дейсің ғой, бизнес. Бизнестен алған салық. Салық жайлы айтсаң, әрқайсының салықтары бөлек. Бұның қаланың бөлек салығы бар.
провинция салығы бар, сосын sales tax дейді. 13% sales tax, провинцияның environmental fee дейді. Осы жердегі табиғатқа келтірген зақым үшін алынатын қосымша салық бар. Салықтың үстіне салық. Осы туристердің барлығы кем дегенде $5-10 салық алып келеді. Осы жердегі қала әкімдігіне. Қайтадан осыны біздің әкімдіктегілерге айтпай қойыңдар. Естісе жаман үйреніп алады ау. Тамақ дегеннің түр-түрі, тәттінің түр-түрі, ойын сауықтың түр-түрі. Таңдағанына бара бер. Бірақ бір жағынан осындай әлемдегі ең үлкен сарқырамалардың біріне кеп аттракцион ойнаған қызық шығар, бір түрлі шығар, бірақ балаларға, кішкентай балаларға сарқырама қызық емес деп ойлаймын. Сондықтан осындай бизнес жасаған сияқты ғой. Ішіне қарасаң адам толып тұр, кезекте де адам толып тұр сыртта. Сұраныс болса, ұсыныс болады дегендей ғой. Skywheel дейді. Біздегі аттракциондарға қарағанда тез айланады екен мынау. Бүгінгі шамдарының түсі қызыл екен. Көтеріліп тұрған бу емес, жаңағы судың майда-майда бөлшектері. Күндіз түні адам үзілмейді ау мына жерде. Кешкісін адам азаяды ма десем, тура сондай. Бізге арнап көк түске ауыстырып жатыр, сары көк түске ауыстырып жатыр деп айтып қоя салайын. Бітті, біздің уақыт бітті. Мына жерде көк әлі қосылды ма екен? Өзгеріп жатыр. Мына жерде де бітті. Бірақ енді басады. Бүгін таң атпастан әлі атқан жоқ, 20 минуттан кейін шығады. Арнайы келіп адам жоқта ақындап келіп түсіріп жатыр. Бұл тұман көтеріліп жатыр. Кешегіге қарағанда мүлдем адам жоқ, бірең-сараң фото әуесқойлар болмаса. Енді кіші топ туристер. Керемет.
мүмкіншілік болса келіп. Таң атқан күтіп осы жерден мен қысқаша шоуымызды аяқтаймын. Келесі жолы міндетті түрде ұзағырақ, тазырақ, толықтай бәріне барып түсіреміз. Сендермен ерте қоштасып қойдым ау. Мына жерге келіп сендерге көрсетпесем болмайды деп ойладым. Міне Сарқыраманың ең жақын жері. Не деген керемет. Осымен кішкене сөйлемей тұра тұрайын сендерге көрсетіп, және видеомды осындай керемет бейнемен аяқтайын.